Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен варенка қосылған булочки дайындайтын боламыз. Егерде булочкилеріңіз дұрыс шықпайтын болса, осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Толық рецебін төмендегі описание бөліміне қалдыратын боламын. Ең алдымен жылы сүтімізге жұмыртқа, дрожж, тұз, секер және де ерітіп алған майымызды салып, бәрін біріктіріп араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін міндетті түрде ұнымызды еліктен өткізіп, шетінен сала отыра жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнның бәрін салып жібермейміз, жай-жайдан сала отыра илейміз. 30 минутқа көтерілуге қалдырамыз. Осылай біздің қамырымыз әп-әдемі болып көтерілді. Енді осыны бөліктерге бөліп аламыз. Мен 135 граммнан бөліп алдым. Сіздер одан да төмен қылып бөлсеңіздер болады, мысалы 50-100 қылып. Енді осыны көтерілуге жібереміз. Көтерілген соң осылай жайып алып, ортасына начинкасын салып, түйіп шығамыз. Енді осыны тағы көтерілуге жібереміз. Көтерілген соң бетіне жұмыртқасын жағып, духовкаға 20-25 минутқа жібереміз. Міне осылай булочкилеріміз пісіп шықты. Үстіне сгущенка жақтым, орех септім. Ол өз қалауларыңыз бойынша. Міне біздің булочкилеріміздің ортасы осындай болып шықты. Ұнайды деген сенімдемін. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Тағы да күшті рецепттермен бөлісетін боламын.